Әр адам орындауы керек. Мен түсінбеймін. Неге бәрі бірдей жасай бермейді? Ол өзінің қарапайымдылығымен және тиімділігімен таңқалдырады. Егер сіз бұл жаттығуды күн сайын жасасаңыз, сізде барлық ішкі ағзаларды, қуық асты безін бақылау күшейеді, сезім күшейеді. Интимдік өмірде зәр ұстамау жойылып, өмір сүру сапасы айтарлықтай артады. Сонымен қатар, бұл жаттығу қуық асты безінің проблемаларын болдырмайды, жамбас мүшелерінің пролапсына көмектеседі және әйелдерде босанғаннан кейінгі қалпына келтіруді тездетеді. Бұл пубококцигеоз бұлшықетін жаттықтыруға арналған жаттығу. Бұл өте ерекше бұлшықет және оны жаттықтыру үшін тек дәрігерлер ғана білетін көптеген нюанстар бар. Бүгін уролог ретінде мен оларға ерекше назар аударып, сіздермен бөліскім келеді. Біз соңына дейін қараймыз. Шын мәнінде, бұл біздің денеміздегі негізгі бұлшықет. Жамбас диафрагмасының негізі. Ол шын мәнінде бүкіл дененің негізі болып табылады. Барлық органдар оған тірек ретінде бекітілген. Сонымен бірге, ол біздің денеміздегі ең әлсіз бұлшықет. Өйткені біз оны өте пассивті, көбінесе рефлекторлық деңгейде қолданамыз. Сондықтан оның тонусы минималды. Бұл біздің денеміздегі ең әлсіз бұлшықет. Сонымен қатар, бұл бұлшықеттің құрамына сфинктер кіреді. Әйелдерде бұл бұлшықеттер жамбас мүшелерінің пролапсының алдын алуда, ал ерлерде қуық асты безінің денсаулығында, эрекцияда және жеті атқылауда маңызды рөл атқарады. Жөтел сфинктердің жиырылуынан, атап айтқанда, жамбас коксигиалды бұлшықеттің жиырылуынан басталатынын білесіз бе? Жөтелуден тура жарты секунд бұрын ми пубококцигеоз бұлшықетінің импульсын жібереді. Ең алдымен, іштің ішілік қысымының күрт жоғарылауы аясында ұстап тұруды қамтамасыз ету үшін өзіңді бақыла. Дәл қазір жөтеліп көріңіз. Керісінше, бұл бұлшықет әлсіреген кезде түнде жиі зәр шығару, газды ұстамау, жөтелгенде де, түшкіргенде де зәр шығару пайда болады. Қуық асты безінің проблемалары интимдік өмірде де пайда болады. Менің бір науқасым зардап шекті, босанғаннан кейін зәр шығаруды ұстамау. Босанғаннан кейінгі депрессиямен бірге оны жай ғана жойды. Бір айлық тұрақты жаттығулардан кейін мәселе толығымен шешіліп, жоғалып кетті. Ал күйеуім комплименті айта бастады. Бірінші және басты мәселе, бұл бұлшықеттің қай жерде орналасқанын білмейміз. Сондықтан кез келген жаттығу сәтсіздікке ұшырайды. Бұл жерде анатомия бізге көмектеседі. Бір пудендалды нервтің тармақтары пубококцигеоз бұлшықетінде уретралды және аналды сфинктерді де басқарады. Ерікті бақылау тұрғысынан ең күшті байланыс ми мен анус сфинктерінің арасында болады. Демек, анусты қатайту арқылы жамбас коксигиалды бұлшықет пен бұлшықеттің жиырылуы орын алады. Бүкіл жамбас диафрагмасының неліктен көптеген адамдар бұл бұлшықеттерді жаттықтыруда сәтсіздікке ұшырайды. Екі себепке байланысты. Біріншісі дұрыс емес бұлшықеттерді жаттықтырады. Ал екіншісі жаттығулардың жеткіліксіздігі немесе артық болуы. Жасыратыны жоқ. Бір рет итеруде пайдасыз. Жаттығу арқылы өзіңізді қалай шаршататыныңыз мағынасыз. Көптеген пациенттер еріксіз іштің, жамбастың және бөкселердің қосалқы бұлшықеттерін байланыстыра бастайды. Осылайша назарды дұрыс бұлшықетті жаттықтырудан алшақтатады. Бұл барлық жаттығулардың тиімділігін толығымен жояды. Кейіннен пациенттер жүргізілген жаттығулардың тиімсіздігіне ренжіп, әдістемені толығымен құнсыздандырады. Менің артымда 15 жылдан астам тәжірибе бар. Ол жетекші клиникаларда, соның ішінде Израильдің Хадаса клиникасында және Еуропалық медициналық орталықта жұмыс істеді. Мәскеудегі Скалково менеджмент мектебінің медициналық МВ түлегі. Мен бүйрек, қуық және простата ауруларына, соның ішінде онкологияға маманданамын. Мен жеке кеңес беремін. Жағдайыңызды талдаймын. Талдаулар мен суреттерді түсіремін. Қарапайым тілмен түсіндіріңіз. Мен онымен диагноз қоямын және халықаралық хаттамалар негізінде одан әрі іс-қимыл жоспарын жасаймын. Урологтың сараптамалық кеңесі қажет пе? Бейне астындағы сипаттамадағы сілтеме. Ал енді қателіктерден қалай сақтануға болады? Және жаттығуларды қалай дұрыс орындау керек? Жамбас, іш және бөкселер дұрыс бұлшықеттің жаттығуларына назар аударуға кедергі келтіретін негізгі бұлшықеттер болып табылады. Кедергі жасайтын бұлшықеттердің жиырылуын болдырмайтын позициялар бар. Үш оңтайлы поза бар. Бірінші гирланд позасы, онда жамбас бұлшықеттерінің толық релаксациясы, бұлшықеттердің максималды созылуы орын алады. Жамбастан және жамбас коксигиалды бұлшықетті жаттықтыру үшін тамаша жағдай жасау. Артқы жағындағы екінші поза. Арқаңызда жатып, тізеңізді бүгіңіз, аяғыңызды еденге қойып,
Жамбасыңызды көтеріңіз. Бұл позада жамбас мүшелеріндегі қысым жеңілдейді және жамбас көксегеалды бұлшықетті жақсы сезінуге көмектеседі. Ал үшінші поза классикалық. Шалқасынан жатып, тізесін бүгіп, жамбасын көтермей, жаңадан бастағандар үшін өте қолайлы. Бұл кезде қажетсіз бұлшықеттердің уақытында қосылуын байқау үшін бір қолды асқазанға, ал екінші қолды бөксенің астына қою керек. Кез келген бұлшықетті жаттықтыруда негізгі мотиваторлардың бірі әсердің көрінуі болып табылады. Бұл бицепсті немесе айталық іш қуысын жаттықтырған кезде анық және түсінікті. Дегенмен, біздің пубококцигеоз бұлшықеті жасырылған, біз оны көрмейміз. Сондықтан тренингтер тек тәртіпке және жаттығу тәртібін сақтауға негізделген. Орындау техникасы. Осылайша, біз жоғарыда сипатталған ережелердің бірін қабылдадық. Егер сіз қазір сынақ ретінде жарамды түрде отырсаңыз, көріңіз. Сонымен, дәл қазір бәріміз бірге тек анусты кесіп жатырмыз. Қысылған, қысылған. 2, 3, 4. Бесінші. Және ұстаңыз. Үшінші, төртінші, бесінші. Босаңсыды. Сіз ең соңында, әсіресе ұзақ мерзімді жиырылу кезінде әлсіздік пен сенімсіздікті сезіндіңіз бе? Бұл бірнеше күннен кейін өтетін бірінші нәрсе. Сіз күш пен толық бақылауды сезінесіз. Бұл сіздің дұрыс жолда екеніңізді білдіреді. Жиырылу циклінен кейін демалу өте маңызды. Өйткені шамадан тыс жұмыс істейтін бұлшықеттер дами алмайды. Күніне 3 рет, бар болғаны 5 минут жеткілікті. Мақсат ең ұзақ жиырылуды соңында 10 секундқа дейін жеткізу. Бұл әсер сіз күткеннен де асып түседі. Әйелдерде бұл гимнастикаға балама ретінде эксклюзивті мүмкіндік бар. Бұл деп аталатынды пайдалану және кию вагиналды конус деп аталады. Бұл әртүрлі салмақтағы арнайы тренажерлар. Оларды ұстап тұру сол жамбас көксегеалды бұлшықеттің жиырылуына байланысты болады. Схема өте қарапайым. Ең кішкентай салмақтан бастаңыз және күніне 2 рет 15 минут бойы жағыңыз. Салмақты 1 сағат бойы көтере алатын болсаңыз, оны ауыр салмаққа ауыстырыңыз. Бұл жаттығуды орындау өте оңай. Сізге ештеңе жоспарлаудың қажеті жоқ. Тек үй шаруасымен айналысасыз. Бір маңызды ескерту бар. Іш киімді пайдаланбаңыз. Жай ғана үй халатын киіңіз. Конустардың артықшылығы анық. Біріншіден, сіз тек үй шаруасымен айналысасыз. Екіншіден, дұрыс бұлшықеттің жұмыс істейтінін нақты білесіз. Және сіз нәтижені қашан күту керектігін және нақты не болатынын көресіз. Мұның бәрі жасына байланысты. Бізге әрине жасы ұлғайған сайын. Айталық, жаттығу залында жүйелі түрде жаттығу жасағанда, бұлшықет рельефіне жету қиынырақ болатыны анық. Сондықтан, кейбіреулер әсерді бірнеше күннен кейін, ал басқалары бірнеше аптадан, тіпті айлардан кейін сезінеді. Мұның бәрі жасына және жаттығу режимін сақтауға байланысты. Күніне 3 рет 5 минут. Нақты нәтижелер. Қуықты бақылау жақсарады. Зәр шығаруды ұстамау жойылады. Зәр шығаруға деген кенеттен жиі ұмтылыс өтеді. Және түнгі зәр шығару. Интимдік өмір кезінде сезім күшейеді. Қуық асты безі мен жеті атқылауды бақылау пайда болады. Бірден бастаңыз. Таңғы ас, түскі және кешкі ас алдында 3 дабылды алып қойыңыз. Немесе конус сатып алыңыз. Мен сілтемені сипаттамада қалдырамын. Есіңізде болсын. Пубококцигеоз бұлшықеті мен жамбас қабатын жаттықтыру бұл сіздің денсаулығыңызға салынған инвестиция. Бұл видеоны лайк басып, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Денің сау болсын. Қамқор бол. Жақын арада кездескенше.